Үй жағдайында жасауға болатын өте оңай әрі өте дәмді суши рецептін ұсынамын. Бәрінің қолынан келеді міндетті түрде. Ең қажетті ингредиент лист нори. Кез келген супермаркетте сатылады. Бір қаптамада 5 немесе 10 штук болады, бір қаптамасы сізге әбден жетіп жатыр. Листіміздің күдір жағын үстіне, гладкий жағын астына қарап қоямыз. Бұл өте маңызды. Суши жасайтын жерімізге аздап май құйып, майлап қоямыз. Бірінші суши кимпап. Піскен күрішімізді норидің бетіне саламыз. Бұл қарапайым домалақ дәнді күріш. Арнайы бір ерекше күріш керек емес. Алдын ала 1 стакан күрішке 2 стакан су құйып, тұз қосып пісіріп аламыз. Талғамыңыз бойынша күрішке рисовый уксус қосуға болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Салмасын саламыз, ұзынша етіп туралған свежий огурцы, семга балығы және творожный сыр. Менде Хохланд, басқа да түрін қолдануға болады. Творожный сырды целлофановый пакетикке салсаңыз ыңғайлы болады. Ораймыз, қорықпаңыздар, өте оңай оралады. Үй жағдайында бізге бамбуковый коврик та қажет емес. Шетіне келгенде нориға су себеміз, сонда жақсы жабысады. Сушидің осындай лайфхагы бар. Сушиді осылай ортасынан турайды. Маңызды нәрсе пышақ аса өткір болу керек. Менікі онша өткір емес. Мінекей осындай әдемі, өте дәмді, оңай кимпап дайын. Филадельфия жасаймыз. Нориді тура ортасынан қиып аламыз. Күрішін саламыз. Астыңғы жағында орын қалдырамыз, ал үстіңгі жағында керісінше күрішті кішкене сыртына шығарып саламыз. Филадельфияның салмасына 2 түрлі сыр мен свежий огурцы салады. Әдеттегідей ораймыз. Шетіне су сеуіп жабыстырамыз. Соңында үстінде туралған балықты қоямыз. Семга балығы немесе лосось деп те атай береді, негізінде екеуі бір нәрсе. Үшінші түрі, жареный сушиді тура солай жасаймыз, тек нориді ортасынан қимай, толық листі қолданамыз. Жареный сушиға кляр дайындаймыз. 2 жұмыртқаға соя соусын, 3-4 қасық ұн, 1 қасық су құйып араластырамыз. Бөлек ыдысқа панировочный сухари саламыз, супермаркетте сатылады болды. Сушиімізді 2 жағынан түгел кезек-кезек клярға батырамыз. Қызып тұрған майға қуырамыз. Май сушидің ортасына жететіндей болу керек. Жан жағын аударып қуырамыз. Иісі деген еді мощный, мұрынды жарады тура. Осы жареный суши өзіме қатты ұнайды. Ыстықтай жеген өте дәмді, түрі де әдемі болып пісіп шығады. Басқа жердің сушынан ешқандай айырмашылық жоқ мүлдем, тіпті одан да дәмді болып шығады. Бір партия үстіне өзімше әдемілеп творожный сырды жағып қойдым. Ой, қандай күшті әдемі сушилар шықты. Бұл әлі соң емес, тағы бір түрін көрсетейін дедім сіздерге.
4-шісі икрамен безендірілген суши. Норидің жартысына жасаймыз бұны да. Салмасына қалауыңыз бойынша саласыз. Мен крабовый палочки, авокадо, сыр саламын. Бұл түрі өте әдемі көрінеді. Қарапайым қолжетімді бағадағы қызыл икраны салдым, өте дәмді болады. Осымен видео рецепт тамам. Осындай керемет суши роллдар шықты. Көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды бір қуантып қойыңыздар. Және ұнаса лайк басыңыздар. Ол каналымның дамуына көмектеседі. Жаңа көрермендер, каналымда күшті видеолар бар. Подписка жасап қойыңыздар, жарай ма? Сау болыңыздар.